мынау және студенттермен кері байланыс орнату мақсатында және бүгін халықаралық студенттер күніне орай алғашқы бейресми Zoom конференциямызды ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бүгін қор жұмысына қатысты сауалдарыңыз болып жатса, Zoom конференцияға комментарий қалдырсаңыздар болады. Конференция соңында немесе уақыт жетпесе, онда біз бұл сұрақтарды әрқайсыңызға жауап беретін боламыз. Ендеше алғашқы сөз кезегін Қазақстан халқына қоғамдық қорының басқарма төрағасының орынбасары Шыңғысбаева Ляззат Алтынбекқызына беріледі. Приветственное слово предоставляется заместителю председателя правления общественного фонда Казахстан халқына Шыңғысбаева Ляззат Алтынбековне. Ничего не надо, да? Саламатсыздар ма, қадірменді қауым. Барлықтарыңызды мен көрініп тұрмын ба, естіліп тұрмын ба, жалпы барлығы дұрыс па дегендей сұрақ қойып жатырмын да әріптестеріме. Барлықтарыңызды бүгін көріп өте қуанып отырмын. Осы жалпы бүгін онлайн түрде болса да кездесуімізді өткізіп жатырмыз. Енді сіздердің қобалжу, уайымдау уақыттарыңыз артта қалды. Біз сіздермен бірге болдық осы уақытқа дейін. Қазірде жұмысымыз жалғасуда. Бүгін енді бастамасы сіздермен танысудың. Жалпы мен ойлаймын, ары қаратай бірге серіктес болып жұмысты жасай береміз, жалғастыра береміз, күшейте береміз. Бүгін енді халықаралық ресми түрде студенттердің күндері. Сол мерекелеріңізбен сіздерді құттықтай отырайын деген. Мына біздің Қазақстан халқына білесіздер, президентіміз өзі осындай шешім қабылдап, тапсырыс берді. Сол ресми түрде өзіміз Қазақстан халқының қорының жұмысын бірінші күннен бастап кеттік. Кішкене болса да өз Қазақстан халқына қоры туралы айтып кетсем, білесіздер ме, бізге 40 мыңнан астам өтінім түсті қазақстандықтардан. Әртүрлі себептермен, әртүрлі проблемаларымен. Жалпы осы бүгінгі талқылап отырған темамыз бойынша 1,5 мыңнан астам өтінім түсті. Енді студенттер өздері де жазып жатты, ата-аналары да жазып жатты. Бірақ бүгін осы кездесуімізде Мария ханым қатысып отыр деп ойлаймын. Өзімде ол кісіні көрейін дегенім. Сол Мария қызымыздың өтінімі барлығымыздың жүрегімізден өтті. Бізде енді министрлік тарапынан да айтылып жатты, жалпы Қазақстан бойынша көптеген гранттар бөлініп жатыр деп. Бірақ осы өтінімдерді қарап, біз бейжай қарай алмадық. Осыған кірісіп, мына 20 бағдарлама қабылданды. Қазіргі уақытта 20 бағдарламаның бірі осы білім гранттары. Өзіміз осы жоғары оқу білім орындарына шығып, ұсыныс жасап, басымызды қосып, барлықтармен ақылдасып, сіздерге қол ұшын созайық деп шешім қабылдадық. Мен айта кетейін дегенім, жалғыз деген жоқпыз. Бұл жерде біздің серіктестеріміз болды. Ол Тайбарол, білесіздер, сол платформалары бар, арқылы сіздер өздеріңіздің құжаттарыңызды өткізіп жаттыңыздар. Және енді эндаумент бар Казгүйдің осы байланысты пайдаланып отырып, сол кісілерге де ризашылығымды білдірейін дегенім. Және әр жоғары оқу орындарының комиссиялары болды, қабылдау комиссиялары. Сол кісілерге де, сол комиссиялардың мүшелеріне де ризашылығымды білдірейін дегенім. Өйткені ол үлкен жұмыс болды. Барлығымыз қосылып, күштерімізді біріктіріп, осы бүгін сіздермен осындай нәтижені көріп отырмыз. Бұл енді барлығы бастама. Бірақ енді айта кетейін дегенім, осы сіздер жай ғана студенттер емессіздер. Сіздер бүгінгі кезде біз сіздерге үлкен үмітпен қарап отырмыз. Біз сенеміз, сіздер ары қаратай біздің үлкен мақтанышымыз болатындарыңызды. Осы өмірде жайдан жай ешқандай нәрсе болмайды. Мен өзімнің студенттік кезімді ойыма салыстырып, біраз мәселені қарастырдым. Өзім әкесіз өстім.
осындай қолдауға өз уақытында іліне алмадым. Бірақ өзім бүгінгі күнге осы мүмкіндікті командамызбен беріп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді мына сіздермен кездесіп танысайық дегеніміз, бұл тек қана грант бере салу емес, сіздермен ары қаратай жақсы бір істерді жүзеге асыру мәселесі. Осы біздің Қазақстан халқына қорының сіздер біздердің бір команда болып, біздің волонтерларымыз болса деп өздеріміз солай енді үміттенеміз. Сіздермен осы жұмысты жоспарлаймыз. Жаңағы біздің модераторымыз болып отырған ол ресми өкіліміз Диас Бейсенбек деген, өзі жас болса да өте білімді. Енді ойластырамыз ары қаратай жұмысты. Әр өңірде бізде қазіргі іске асып жатқан бағдарламаларымыз бар. Ол бағдарламалар жалпы барлығы үнемі балалар мен жастарымызға арналған. Өйткені мысалы деймді, бізде қаншама кішкентай балалар бар, жастарымыз бар, протез мәселесін көтерген. Көптеген ұсыныстар түсті. Қазір осы бағдарламамыз іске асырып жатыр. Бірақ біз мемлекеттен беріліп жатқан протездер емес, инновациялық. Бүгінгі күнге осы ең жақсы протездарды алуға көмектесіп жатырмыз. Өйткені біздің жастарымыз өмірден қалып қалмай, өздері жұмыстарын жасап, өздерінің нандарын өздері тауып жейтіндей осындай мүмкіншілік жасап жатырмыз. Және дегенде көптеген бізде кішкентай балалар бар, жастарымыз бар. Білесіздер, естіп жатқанда шығарсыздар, осы орфандық аурулар дейміз, сирек кездесетін. Қазіргі кезде өкінішке орай осы аурудың мәселесі көп көтеріліп жатыр. Осы балаларымызға да көмек болсын деп, біз енді осы Қазақстанда тіркелмеген өте қымбат дәрі-дәрмектерді сатып алып келіп жатырмыз. Және де енді өзіміздің медицина саласында 60% сұраныстар болған соң, қазіргі кезде денсаулық министрлігімен бірлесіп бар врачтарымызды, дәрігерлерімізді әлемде қандай жақсы тәжірибе қай жерде болып жатыр, сол мемлекетке жіберіп, тәжірибелерін үлкейтуге, осы компетенцияларын Қазақстанға алып келуге, осындай көптеген жұмыс жасалып жатыр. Осындай бізде 20 бағдарламалар бар. Мен сіздерге өтінем, сіздер сайтымызға кіріп, қарап, бағдарламаларды көріп, қай өңірде болып жатыр, осы орталықтарға барып, біз Қазақстан халқына командасымыз деп бізге де көмектессеңіздер. Өйткені біз әр жобамыздың біраз мониторингін өткіземіз. Мен ұсынғаным Диас телеграм каналында чат құрастырып, сіздермен бірлестіріп, ары қаратай жұмыс жасаса. Енді бір адам көп нәрсе жасай алмайды, бірақ барлығымыз күшімізді көбейтсек, қосылсақ, көптеген мәселені шешеміз. Бұл өмірде бір көмек саған тиіп қалды ма, соны ұмытпау керек. Ары қаратай өзіңнің күшімен біреуге көмек беруің керек деп, осындай өзіміздің қорымыздың девизі бар. Енді мен сіздерге айтайын дегенім тағы бір мәселе. Сіздер өте бақыттысыздар. Бұл студенттік шақ, ол кезең деген, ол көптеген достар, көптеген білім, өзіңді көрсете білу, лидерлік, өзіңнің осындай ішкі дүниеңді ашу, және де өзіміздің халқымызға, мемлекетімізге, университетіміз болсын, достарымыз болсын, ұжымымыз болсын, үлес қосу, жақсы үлес қосу. Осы университеттердің, жоғары оқу білім орындарының ректорларына да мен алғысымды айтайын дегенмін. Өйткені барлығы қосыла қолдады, өздерінің енді осы жақсы ниеттерін білдірді. Жалпы енді айтады ғой, бізде Қазақстанда өзіміздің енді халқымыздың ниеті сондай. Біреуге көмектескісі келіп тұрады, қол ұшын созғысы келіп тұрады. Осы біздің жақсы қасиетімізді жоғалтпайық. Біз сіздермен байланыста боламыз. Өңірлерде барып кездесулер өткізгенде міндетті түрде сіздерді шақырамыз. Сіздер келіп қатысыңыздар. Қандай ой пікірлеріңіз бар?
біздің жобаларымыздың қандай ұсыныстары болады, жақсартатын, жоқ, біз көрмей жатқан бір мәселе болса, оны да көтере отырыңыздар, біз де оны қарастырып отырайық. Бірақ айтып отырғаным, бүгінгі күнге жасалып жатқан жұмыс көп, алда да жұмыс өте көп. Соның барлығын бірлесіп, біз болып бір команда болып жасайық. Мына көріп жатырмын, комментарийлер жазылып жатыр, кейбіреу сұрап жатыр, орыс тілінде бола ма, болмай ма деп. Я хочу сказать, что обязательно и на русском это будет озвучено. Если надо будет, и на английском озвучим. Я думаю, что с этим у нас вообще никаких проблем нет. Дело в том, что я хотела поздравить сегодня в первую очередь всех студентов с этим праздником, международным праздником, Днем студентов. Немного рассказала о том, что это такая классная пора, когда ты студент. Это то, которое, знаете, очень ценно, потому что это тот момент, когда ты приобретаешь друзей, когда ты вокруг себя формируешь свое сообщество единомышленников по интересам. Это тот период, когда ты можешь себя проявить в разных направлениях. И самое главное, я хочу сказать, в жизни ничего не надо бояться, надо просто двигаться. Не надо бояться ошибаться, надо все пробовать. Но каждый раз нужно делать осознанный выбор. Мой выбор моих слов, действий или мыслей, какую пользу принесет мне, всем, кто меня окружает, моей стране, моим родным и близким, моим друзьям. И если вы на все свои вопросы получите положительный ответ, значит ваш выбор осознанный и верный. Я призываю вас сформировать сообщество именно грантополучателей фонда «Казахстан халқына». Вы знаете историю создания этого фонда. Вы понимаете, что вам очень повезло, потому что это те деньги, которые принадлежат народу, и вы, грантополучатели, в какой-то мере, наверное, являетесь надеждой нашего народа. Но сегодня я рада, что есть около 2000 грантополучателей. Чуть позже мы хотим всей командой «Казахстан халқына» радоваться за то, что вы самые лучшие студенты. За то, что вы проявляете свои самые лучшие качества. Мы всегда будем с вами на связи. Диас Бейсенбек у нас, являющийся в данный момент модератором, он будет открывать с вами чат, вести определенную работу. Мы обязательно посещаем регионы, потому что мы мониторим свои проекты. У нас более 20 программ по республике. И мы будем очень рады, если мы будем там встречаться с вами, делиться мнениями, делиться опытом, знаниями и поддерживать друг друга. Спасибо большое. Рахмет сізге, Ляззат Алтынбековна. Основанием для запуска вообще благотворительной программы по образовательным грантам стали более 1500 заявок от молодых людей и их родителей с просьбой помочь оплатить обучение в вузах. Но главным триггером для создания программы стало обращение Марии Кенесовой, студентки университета имени Асфендиярова. Поэтому алғашқы енді осы бағдарламаның дәл осы қатысушыларына сөз берсек, алғашқы сөз кезегі студенттер арасынан бірінші сөзді Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің студенті Мария Кенесоваға беріледі. Мария, сөз өзіңізде. Божан, звук. Нет, Асфендияров университет. Слышно, да, меня? Да, слышно. Ага. Добрый день всех. Поздравляю всех студентов с праздником, День студента. Да. И хочу выразить огромную благодарность этому фонду за предоставленную возможность, за получение гранта. Вообще, с чего все началось? Я в 2021 году решила восстановиться в университете, я раньше училась, потом отчислилась по состоянию здоровья, и в 2021 году я хотела восстановиться и дальше продолжить обучение. И когда в марте я увидела, что фонд «Казахстан халқына» дает, как бы, делает благотворительность,
я решила написать. И мне ответили, что программы для образовательных грантов нету, и сказали подождать, возможно, что-то и будет. Я потом еще много раз обращалась, и после этого мне позвонили, сказали, что да, подождите, в августе вы можете написать заявление, что мы открыли такую программу, потому что таких студентов, как вы, по Казахстану оказалось очень много, и вот решили сделать такую как бы программу именно для студентов. Ну, и я очень рада, что вот как бы я не сдалась и настойчиво все время писала, обращалась, и, возможно, это тоже очень многим студентам помогло. Вообще, большая благодарность всем организаторам. Назира вот со мной часто связывалась, поддерживала меня. И я рада, что все так удачно все сложилось. Я хочу сказать, что я вот в начале 2022 года написала карту желаний, и я прям там прописала четко, что я хочу в этом году с легкостью и радостью, прям, чтобы легко-легко оплатить обучение. И прям это вот мое желание сбылось прям с легкостью и радостью. И эта легкость и радость, она распространилась на многих-многих людей. 2000 студентов получили этот грант. И вот у меня прям радость и благодарность всем. Давайте поаплодируем. Спасибо, Мария. Успехов вам. Мы будем следить за вашими достижениями. Всегда мы будем с вами на связи. Рахмет большой. Өзінің тағы бір лебізімен Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс студенті Ақнұр Ұзабаевадан бөліскісі келеді. Ақнұр, сөз өзіңізде. Ұзабаева. Жақсы, Ақнұр қосылып жатқанда келесі сөзді бізде Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің дене шынықтыру мамандығының студенті Мейрам Имановқа бергіміз келеді. Мейрам, мы вас слушаем. Есть. Байтұрсынов университет. Да. У них звук не включен, да? Микрофон. Сюда перевод. Дауысты қоссаңыздар, Байтұрсынов университеті. Бірден сурдо переводты тыңдап отырсақ. Фонд Казахстан. С самого начала, да. Теперь вас слышно. Теперь слышно, да? Сейчас начнем сначала. Да. Спасибо. Рахмет. Здравствуйте. Я Иманов Мейрам Талгатович, студент первого курса образовательной программы «Физическая культура и спорт». С детства занимаюсь спортом. Обучаясь в школе, мечтал поступить на данную специальность. К сожалению, в этом году у меня не получилось поступить на государственный грант. И фонд Казахстан Халкына, созданный по инициативе нашего президента, предоставил мне возможность получить бесплатное образование. В данный момент я являюсь мастером спорта по настольному теннису и кандидатом в мастера спорта по футболу. Круто. В будущем планирую работать педагогом и обучать ребят с особенностями в развитии. Со мной в группе обучаются Джумангазиева Балжан и Бурамбай Серик, которые также являются обладателями гранта фонда. Обучение нам очень нравится. Университет дает хорошие, качественные знания, которые нам помогут стать настоящими специалистами. Хочу сказать большое спасибо нашему президенту
за предоставленную возможность обучения и фонду «Казахстан» Халкына. Спасибо университету и преподавателям за качественные знания. За все это, что вы для меня сделали, я говорю вам огромное спасибо. Спасибо большое, Мирам. Успехов вам. Келесі сөзді Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің қазақ тілі және әдебиеті мамандығының екінші курс студенті Айна Даутоваға бергім келеді. Айна, сөз сізде. ЗКУ ученица. Фамилияны қайта айтып отырсыздар. Халі Досмұхамедов атындағы, қайырлы күн. Қайырлы күн. Иә, тыңда, естіліп тұр даусыңыз. Аты жыны, қызымыздың аты жыны басқа. Сәрсенова Гүлжанай Қайратқызы, журналистика факультетінің 3-ші курс студенті. Халі Досмұхамедов атындағы Атырау университеті. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ең алдымен сіздерді бүгінгі келіп жеткен студенттер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Алғалы жатырған 4 жылдық білімдеріңіз болашақта өздеріңізге қызмет қылсын дегім келеді. Ең алдымен өзімді таныстыра кетсем, менің аты жөнім Сәрсенова Гүлжанай Қайратқызы, журналистика факультетінің 3-ші курс студентімін. Басында бұл грантқа иеленбестен бұрын менде 2 жылда басынан көптеген қиыншылықтар өткен болатын. Біз отбасымызда 6 ағайындымыз. Әкем бірінші топ көз мүгедегі. Отбасымызда тек қана анамыз жұмыс жасады. Сол анамыздың арқасында бізді осы күнге дейін жеткізіп, осындай универге түсуге септігін тигізді. Менің 11 жыл бойы армандаған армандарымның бірі бұл грант иегері болу еді. Өкінішке орай грант иегері бола алмадым. Бұл мен үшін өте қатты соққы болды. Олай айтуымның себебі, бір күні тоқ отырсақ, бір күні аш отырған отбасыда оқуымның қаражатын төлеу ата-ана үшін қиынға соқты. Бірақ та ата-анам бұл қиыншылықты маған білдіргісі келмесе де мен сезіп жүретінмін. Ата-анам тіпті оқуымның ақшасын төлеу үшін де ағайындардан туыс шағалап қарызға ақша сұраған болатын. Одан қала берді, көптеген мекемелердің табалдырықтарын тоздырып, көмек сұрауларын талап еттім. Өкінішке орай ешқандай нәтиже болмады. Сөйтіп жүріп, мен сол кездері оқуға алғаш түскен кезім болатын. Ата-анама қолқабыс болу ретінде көптеген жұмыс жасай бастадым. Ата кетсем, нәрсесі жоқ шығар. Официант болып жүрдім. Тіпті 9 этаждық, 5 этаждық подъездердің полдарын жуған кездерінде болдым. Себебі бұл мен үшін арланатын нәрсе емес. Мен оқуымның ақшасын төлеу үшін, ата-анам ауыртпалық салмау үшін сондай нәрсеге бардым. Сөйтіп жүріп, жұмыс барысын ауыстыру мақсатында Орал қаласына жұмысқа орналастым. Бұл қыз бала үшін ата-анасынан жырақтау өте қиынға соқты. 3 ай каникулда группаластарым демалып жүрсе, мен сол ай уақыт ішінде қаражат жинаумен болдым. Аллаға шүкір, біршама қаражат жиналды десем де болады. Сол уақыт аралығында осы конкурстың ойнатылып жатырғанын естідім. Неге бағымды сынап көрмеске мүмкін? Алла қаласа мен де осы грант иегері болып қалар ау деген үмітпен осыған заявка тастадым. Мен бұл байқауға бірінші этаптың қатысушысы боламын. Осы кездегі уайым, көз жасы әлемге дейін есімде. Құжаттар тапсыру барысында менде қиыншылықтар болып, тіпті осы қорлардың арқасында маған кері байланыс болып, кейбір құжаттарым дұрыс жүктелмей, ашылмай жатырғандығын хабарлап отырды. Осы сәттерде менде одан сайын екі еселеніп уайым басталды.
гранттың қорытындысын қайта телефоннан қарай беретін болдым. Бір мезетте бір жақсы жаңалық мені қуантатындай сондай күйде жүрдім. Бір күні WhatsApp әлеуметтік желісінен ата-анамның қуанышпен айтылған аудиозапис хабарламасы келген болатын. Ол кезде мен түн уақытында жұмыс жасап жүрген болатын. Сол кезде ата-анамның айтқан сөздеріне сенбей, осы сайтқа кіру арқылы өзімнің аты жөнімді көрдім. Сол кездегі менің жағдайым тіпті қолыма ұстап отырған телефон түгілі айналамдағы адамдардың дыбыстарын сезбей қалдым. Сол мезеттегі жас көзім тоқтаусыз шығып жатырды. Ең бірінші қорытындылай келе, осы Қазақстан халқына қоғамдық қорына алғысымды білдіремін. Ең әуелі айтады ғой, бірінші Алла, содан кейін сіздердің арқаларыңызда, елім деп, жерім деп соққан жүректеріңіздің арқаларыңызда көптеген ата-аналар мен көптеген студенттердің сауаптарына кенеліп жатырсыздар. Сіздерге университет атынан, барша студент атынан, ата-аналар атынан алғысымды білдіргім келеді. Менде армандар картасында мынандай арман пайда болды. Неге осы кісілер сияқты мен де болашақта еліме, жеріме көмектеспеске, және де бұйырса сол арманыма жетемін деген ойдамын. Сіздерге тек қана қажымас денсаулық, тартылмас бақыт, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Тағы да рахмет. Гүлжанай, көп рахмет. Бауыржан Өтемісов руку поднял. Рахмет. Келесі сөзді Досмұхамедов атындағы, кешірім сұрайын, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті, қазақ және әдебиет мамандығының 2-ші курс студенті Айна Даутоваға сөз бергім келеді. Айна, сөз өзіңізде. Қайырлы күн. Мен Даутова Айна Асхатқызы, Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Ақбатер ауылынан түлеп ұштым. Қазіргі таңда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Мектеп табалдырығынан түлеп ұшқан әрбір түлектің арманы ата-анасына масыл болмай, олардың көз қуанышына айналып, грант ұту болатын. Алайда бұл сәттің бізге бұйырмағанына қарамастан, бізге қайтадан жаңа мүмкіндік сыйлап, кеудедегі үмітті өлтірмегендеріңіз үшін ең алдымен сіздерге зор алғысымызды білдіреміз. Азабынан ғажабы, бейнетінен зейнеті көп бұл мамандықтың иесі болу, махаббаттың ғана машақаты деп білем. Болашақта өз мамандығымыздың тұтқасын нық әрі берік ұстап, жақсы шәкірт тәрбиелейміз деген сенімдемін. Құрметті Қазақстан халқына қоры ұйымы, сіздерге барша шәкіртақы иегерлерінің атынан зор алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға табыс, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Жарқында бай, қуатты күндеріңіз көп болсын. Рахмет. Айна, көп рахмет сізге. Білім беру гранттары бағдарламасын іске асыруда жоғары оқу орындары ерекше белсенділік танытты. Бағдарлама аясында грант иегерлері атанған қыз-жігіттерге қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет. Осы орайда оқу орындарының өкілдерінің пікірін тыңдасақ, алғашқы сөзді Емне Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің басқарма төрағасы, ректоры, заң ғылымдарының докторы Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлына бергім келеді. Нұрлан Орынбасарұлы, сөз өзіңізде. Нұрлан Орынбасарұлы, сіздер қолыңызды көтерсеңіздер, біз бірден қосамыз. Микрофон. Сізде микрофон қосылу емес, айтыңызшы. Болды, қосылды. Қосылды ма? Это организатор запретил. Я виноват.
Кешірім Онда сұраймыз. басынан бастайын. Құрметті әріптестер, мен өте қуаныштымын. Бүгін 11-ші осы үлкен біздің мерекеміз ғой, халықаралық студенттер күні. Міне біздің студенттеріміз отыр екен. Мен сіздерді де осы үлкен халықаралық студенттер күнімен құттықтаймын. Және бүгінгі біздің іс-шараның осы күні өтіп отырғаны, оның бір символикасы бар. Өздеріңізге белгілі, сіздер бұл қалай пайда болды осы қордың? Қалай болды тұрғанда, бұның басында Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаевтың тұрғанын білетін болыңыздар. Өйткені қаңтар оқиғасының болғанынан 11-ші, өздеріңіз білесіздер, ең басында болды. 11-ші қаңтар күні ол кісі қоғамдық, социалдық, әлеуметтік фонд құру керек Қазақстан халқына. Және ол жаңағы біздің жастарға мәдениет, денсаулық, білім саласына жұмсалу керек деген тапсырма берілген болатын. Міне бүгін біз соның нәтижесін көріп отырмыз. Біздің бұл үлкен істі, игі шараны біздің ректорлар қауымдастығы өте үлкен жақсы сезіммен қабылдадық. Өйткені біздегі оқып жатқан студенттеріміздің, олардың әлеуметтік бейнесі, олардың проблемалары, ол біздер үшін де проблема. Әрқашан солармен бірге болып жүргендіктен, біз әрқашан да кей кезде осындай жағдайлары шешілмей қалатын болса, немесе қиналып жүретін болатын болса, біз қатты уайымдайтынбыз. Міне бүгін үлкен бір нәтиже, біздің университетіміздің 100-ге жуық студенті, егер бұлай нақтылап айтатын болса, 80-нен аса студенті қатысып, олардың барлығының қандай жағдайда тұрғанын, қандай семьялық жағдайы бар, қандай қиыншылықты көргендігін біз басымыздан өткендіктен білеміз. Менің ойымша, бұл өте үлкен игі шара, үлкен өзінің жалғасын табатын деп ойлаймыз. Сонымен қоса тағы бір айтып кететінім, бұның қандай эффектісі болды. Яғни біз былтырғы жоспарымыз бойынша студенттерге осындай жағдайлары барға көмектесу үшін өзіміздің бюджетімізден де қарастырылып отырғанбыз. Міне енді мынау Қазақстан халқы қорының үлкен еңбегінің арқасында, ол ел президентінің үлкен қамқорлығының арқасында біздегі қалған жаңағы экономиялық бізден кетпеген шығындардың барлығында біз енді келесі көмек күтетіндерге жұмсауымызға мүмкіндік туып отыр. Яғни оларға жатақханаларында мебель алып беруге, немесе оларға жаңағы жақсы жағдайларын жасауға, жақсы оқу программаларын жасауына, олардың әлеуметтік сұрақтарын шешуге мүмкіншілік туып отыр. Сондықтан да мен жаңа біздің модераторымыз айтты, Ләззат Шыңғысбаевна, сіз өте жақсы айтып отырсыз, үлкен жүректен шыққан сөз. Сондықтан да мен осында отырған біздің жастарымызды және осыны істеген барлық азаматтарға алғысымды айтқым келеді. От имени коллектива нашего университета, имени Евгения Арстановича Букетова, и от себя лично хотелось бы выразить признательность фонду «Казахстан халқына», так как благотворительность всегда была осознанным выбором казахстанцев, основой нашего общества, традиций, передаваемой из поколения в поколение. Большое вам спасибо, дорогие коллеги. Көп рахмет. Нурлан Орынбасарович, спасибо вам большое. Келесі сөзді Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы Қожамжарова Дария Пернешқызына бергіңіз келеді. Дария Пернешқызы, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті жастар, құрметті Ләззат Алтынбекқызы, Дияс. Біз мынау енді оңтүстік өңірден сіздердің барлықтарыңызға жалынды сәлем айтып отырмыз. Мұхтар Әуезов атындағы университетке биыл амандық болса 80 жыл болады. Қазір университетімізде 29 мың бала 3 деңгейлі білім алып жатыр. Бүгінгі кездесу біздің ойымызша ерекше мәні бар, тарихта қалатын кездесу деп айтқымыз келеді. Өздерімізге белгілі, сонау бір қиын кезеңдердегі қаңтар оқиғасынан кейінгі еліміздің президенті халқына қарап тұрып, болашағымыз жастар екендігін меңзеп тұрып, осы қорды құруға бірден тапсырма берді. Ол біздің басымыздан өткен қиын кезеңдердің бір куәлігі еспеттес болып қалды. Оны ести салып, біз де жастармен бірге өмір сүріп отырғаннан кейін, жастармен бірге жүріп, олардың қандай мақсаттарының бар екендігін білгеннен кейін, бұл қордың жұмысын бірден қолдап кеттік. Сондықтан да мен бүгін
университеттің оқытушы профессор құрамының атынан және бүгін 50 біздің студентіміз жаңа айтып отыр, өздерінің алдына мақсат қойып отырған әр түрлі деңгейдегі осы бірінші курстан бастап жоғарғы курсқа дейінгі білім гранттарына ие болып отырғандығын атап айтқым келеді. Және қордың жұмысына белсене қатысып отырған, бүкін өзінің эмоциясын ортамызға салып отырған құрметті Ләззат Алтынбекқызы, Дияс, сіздерге де ерекше ықыласымызды білдіргіміз келеді. Біз өте жақсы білеміз, қордың мақсаты мынау ел президентінің қазіргі таңдағы бағдарламасының өзінде айтып отырған қолжетімділік, білімге деген қолжетімділік, олардың қандай жанұядан шыққанына қарамастан, олардың көзі ашық, толыққанды, көкірегі ояу, білім алу мақсаттарында, денсаулық мақсаттарына жұмсау қордың басты алға қойған міндеті деп ойлаймыз. Сондықтан да бізде осы студенттерімізді бүгін құттықтай отырып, мынау халықаралық студенттер күніменен көзі жанып отырған басқа өңірдің де жастарын құттықтай отырып, қордың қызметіне, қорды құрғандарыңызға шын мәнісінде өте дұрыс айтып өттіңіз. Қазақ қай қоғамда, қай уақытта болмасын, өзінің жесірін де, жетімін де жолға тастамаған халық. Сондықтан да осы халықтың гендік саясатын қолдай отырып, осы халықтың болашаққа деген ниетін қолдай отырып, біз сіздерменен бірге екенімізді тағы да баса айтқымыз келеді. Қазір мінекей 50 баламыз грант иегері болды десек, енді келесі уақытқа да осы балаларымыздың бар екендігін жасыра алмаймыз. Себебі ол өмір әр қилы, әр кезеңдерден тұрады. Бірақ бізде мақсат біреу ғана. Ол біздің отанымыз, жаңа Қазақстан үшін толыққанды білім беру. Осы бүгін оқимын, білім аламын деп отырған жастарға таза, сыңайлы білім таныту және ғылымменен көркейту. Біздің мақсатымыз ел президентінің сайлау алды бағдарламасында айтқандай, осы мақсатпенен, сіздің қордың мақсаттарыменен біріккенді екендігін атап өткіміз келеді. Мен сіздерге барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Барлығымыздың алдымыздағы мақсатымыз ертеңгі науқанды аман есен өткіздіріп, елдің жаңа Қазақстанның тізгінін ұстайтын осы әділетті жастар екеніне кәміл сенетінімді тағы да ортаға салғым келеді. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Дария Пернешқызы, көп рахмет. Біздегі Әуезов атындағы университет ең көп грант иегерлері оқып жатқан білім беру орындарының бірі. Сіздерге табыс тілейміз. Және бізде мына студенттер арасынан жаңа ғана қосылған тағы бір студентіміз бар. Ол Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс студенті Ақнұр Ұзбаева. Ақнұр, сөз өзіңізге. Сәлеметсіздер ме? Мен Ұзбаева Ақнұр Ерғалиқызы, Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс студенті боламын. Осы Қазақстан халқы қоры жайлы ақпаратты естіп, өзімнің өтінішімді жіберген болатынмын. Өтінішімнің нәтижесінде қазіргі таңда грант иегері атанып отырмын. Жалпы осы Қазақстан халқы қорына айтар алғысымды білдіргім келеді. Жалпы біздің университетіміздің грант иегерлерінің атынан сіздерге үлкен алғыс білдіре отырып, болашақтағы жұмыстарыңызға сәттілік пен табыс тілейміз. Келешекте еліміздің дамуына үлес қосарлықтай білікті, бәсекеге қабілетті азамат пен азаматша болатынымызға кәміл сенім білдіреміз. Сіздерге көп-көп алғыс айтамыз. Ақнұр, көп-көп рахмет. Енді құрметті қатысушылар, енді бейресми онлайн кездесуімізді қорытындылау үшін сөзді қордың басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Алтынбекқызына бергім келеді. Рахмет. Мен айтайын дегенім, сіздерді тыңдап, өзім сондай жақсы неде отырмын да, эмоцияда. Барлықтарыңыз айтып жатырсыздар, еңбектен қорықпаймыз, ата-аналарымызды ойлаймыз деп. Мен ойладым, осындай біздің жастарымыздан айналайын. Жүректеріңізден, осындай қарапайымдылықтарыңыздан ешқашан айырылмаңыздар. Өйткені ата-анасын ойлаған бала, ол көп нәрсеге жетеді. Еңбектен қорықпаған бала, ол биіктерге, шыңдарға шығады. Осы өзім барлық бізде қорымызда өзіміздің командамыз азғантай ғана 25 адам.
Бірақ республика бойынша көптеген қазір поставкалар жүргізіп жатырмыз, медицинский учрежденияларға оборудование болып жатыр. Көзі көрмей қалатын балалар да бар, жастарымыз да бар. Оларға қазір көздің, айтады ғой, глазной роговица дейміз. Соның пересадкасына жанталасып американский банкпен келісім шарттарға отырып жатырмыз. Барлық жерге үлгергіміз келеді, бірақ бүгін көптеген кездесулардың барлығын сызып қойып, сіздермен осылай танысайық дегенбіз, жақынырақ. Енді жаңағы сұрақтар болып жатыр. Мен көріп жатырмын, чатқа көп жазып жатыр. Сұрақтар қойғандарыңыз дұрыс. Өйткені жалпы енді өз арамызда ешқандай сұрақ жауапсыз қалмау керек. Жаңағы айтып кеткендей, Диас барлықтарыңызды мына телеграм чатына қосады. Сол жерде өзіміздің менеджерларымыз бар. Жаңағы Назира деп жатырсыздар, Индира деген менеджеріміз бар. Және Ардақ деген осы барлық сіздердің гранттарыңызды, құжаттарыңызды реттеп жатқан. Көбісі сұрап жатыр, стипендиямыз бола ма, болмай ма деп, ала аламыз ба, ала алмаймыз ба деп. Біраз құжат мәселелері болып қалды, және де келісім шарттардың, білесіздер, біз әр жоғары оқу орнымен келісім шартқа отырдық. Барлығы төленеді, біріншіден. Екіншіден, мен сіздерге айтайын дегенім, кто-то написал, раз на русском написали, отвечу на русском, что надо ли отрабатывать гранты. Мы изначально выбрали такую стратегию, мы не будем вам диктовать, какой выбрать университет. Пусть это будет по велению вашего сердца. Мы изначально не собирались вас ограничивать в выборе дисциплины. То есть вы выбирали тупо специальность, которую хотите. Пусть она исходит из вашего состояния внутреннего, того, о чем бы вы мечтали, где бы вы хотели бы учиться, и какое образование, да, в каком направлении вы хотели бы дальше работать. Хотя было очень много мнений экспертов о том, что мы обязаны диктовать, мы должны привязать. Мы сказали нет. Помощь должна быть правильной, она должна быть полезной, она должна быть нужной. И мы и сейчас не хотим кого-то ограничивать, кто там грант выпадет, не выпадет, вот эти все моменты. Нет, мы просто говорим, гранты получили, документы сейчас, если кто-то еще не доуспел, наши еще в работе ведут. У нас еще есть третий поток. В третьем потоке у нас сколько? Порядка 316 студентов тоже ждут своих заключений, списков утвержденных уже. Вот, поэтому эта работа ведется дальше. Что касается оплаты, мы в университет напрямую оплачиваем. Что касается ваших стипендий, мы оплачиваем в университет. Университеты уже переводят на ваши счета. Поэтому все ваши взаимодействия с вашими университетами. В чате, который мы отдельно переведем в Телеграме, вы можете все вопросы задать. Мои коллеги обязательно ответят. И я просто хотела бы сказать, что сегодня такое вот наша праздничная встреча, такое праздничное настроение, мероприятие. В рабочий процесс мы не будем его превращать. И тем более, знаете, у нас далее следует большая работа как и у ректоров, так и у нас, так и у вас, да, вот связано с учебой. Поэтому все в рабочем порядке, на все ответим, дальше отработаем. У меня только к вам одна просьба, уважаемые студенты. У каждого из вас есть своя аудитория в социальных сетях. У каждого из вас есть свои друзья, родственники, единомышленники. Когда Диас будет направлять вам те или иные новости, которые, знаете, это хорошие новости, потому что наши новости – это всегда тот результат труда, который мы проделали. Это кому-то помогли. Кому-то выдали лекарства, кому-то выдали протез, кому-то сделали операцию, кого-то отправили за рубеж, кому-то помогли в школе в сельской, понимаете, кому-то там сделали что-то по спорту. У нас тоже есть параспорт. Вот. Я просто хотела бы, чтобы с помощью вас мы могли побольше аудиторию охватить, побольше донести хороших новостей. Будьте вестниками хороших новостей. Я вижу очень много поднятых рук. Я очень рада, что вы все белсенді қатысып жатырсыздар, қолдарыңызды көтеріп жатырсыздар. Тағы айтайын деген көптеген көтеріп отырған қолдарды көріп отырмын. Жалпы мен айтайын дегенім, жастар біздің болашағымыз. Кейбіреу менен сұрайды,
сіздер неге осы жастар дейсіздер да, мен күліп айтам, өз қара басымды ойлаймын. Ертеңгі күні мен қартайғанда осы жастарымыздың қолына түсем. Сол кезде біздің жастарымыз белсенді болып тұрса, өздерінің тәжірибесі мол болып тұрса, білімді болып тұрса, керек кезде қол ұшын оларға созып көмектескенін ұмытпаса, біздің өзіміздің қартайған кезегіміз жақсы өтеді деп сенемін. Сол үшін сіздерге тек қана сәттілік. Барлықтарыңыз ауырмаңыздар, аман сау болыңыздар. Жақындарыңызға көбірек көңіл бөліңіздер. Жалпы достық пен махаббатқа азданбай көпті болыңыздар. Рахмет. Рахмет, Ләззат Алтынбекқызы. Осымен конференциямызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті студенттер, біз осыған дейін Telegram каналдың сілтемесін жіберген болатынбыз. Егер араларыңыздағы студенттер сол Telegram каналдың мүшесі болмай жатса, осы сілтемеді, осы оқу орындарынан алуды сұраймыз. Уважаемые студенты, мы ранее направляли в ваше учебное заведение ссылку на Telegram-канал, поэтому просьба стать участником Telegram-канала. Также мы, кроме вопросов, мы хотим именно создать такое сообщество именно наших обладателей грантов, и, возможно, среди вас найдутся, которые молодежь, именно которые могут стать нашими волонтерами, медиа-офицерами наших благотворительных программ и проектов. Поэтому ждем также, кроме вопросов, ждем от вас и идеи, предложения. Поэтому всех еще раз поздравляем с Международным днем студентов, всем желаем успехов. Баршаңызға көп рахмет, сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Рахмет. Все, да. Все? Все, уложились.